Кеше түнде тиктокқа кірдім, 1,5 сағат тикток эфирде отырдым. Ол жерде пенсия жайлы, пенсияға қатысты сұрақтарға тегін жауап бердім. Бұл тек қана эфирде отырғандарға и примерно стаждан нақты айтқандарға өзім калькуляторды қойып сол жерге есеп беріп, примерно есептеулерін осыншама шығады деп. Бұл тек қана примерно, бұл тек қана эфирге шыққан кезде ғана болатын нәрсе. Полный емес, примерно. Сосын сол жерде эфирге отырғанда 3 адам аннуитетке жазылды. Екеуі пенсияға шығып кеткен, біреуі енді тағайындалады екен, біреуі 1 ай болған. Жалпы екеуі де аннуитет жартына келіп тұр, өткен олардың нелерінде 10 миллион бар. Бірақ біреуі пенсияға шыққанына 50% исатаға түспеген. Вот, түспей қалып, пенсия тағайындалып кетсе де 1 айға дейін оны аннуитет шартын жасап алуға үлгеруге болады. Сол естеріңізде болсын. Главный суммаларыңыз сай келсе болды. Күйіп кеткенше страховая компанияға өтіп, бонустарыңызды алып алған жақсы емес. Мысалы үшін НПФ пенсия деген естеріңізде болсын. Бұл тек 50% біткенге дейін берілетін ақша. Ол бітіп қалса сол уже НПФ пенсиясы болмайды. Шатастырмаңыздар, соны. Егер осындай ситуацияларға сай келіп тұрсаңыздар, жасыңыз мысалы үшін пенсияға шығып кеткендерді айтайықшы. 61 жас әйелдер болса, 10 миллион 700 мың ақшаңыз болса, онда сіз өте аласыздар. Егер 63 жас еркектер болса, 9 миллион ақшаңыз болса, өте аласыздар. Тура осылай салыстырып көрсеңіздер болады. Егер осылаған сай келіп тұр, суммаларыңыз бар болса, маған жазыңыздар. Даже пенсияға шығып кеткен болсаңыздар да, ол жасауға болатын нәрсе. Тағайындалып қоймаған болса да болады, үлгеруге болады. Главный суммаларыңыз болса болды. Енді бұны қазір техник адамдар түсіне қоймайды. Қашама пенсияға тапсырып, 50% исатаға түспей қалғанда ғана осыған адамдар түсінеді. Ақпаратым пайдалы болса, осындай адамдарға жіберіңіздер. Исатаға түспей қалған адамдарға, пенсияға тапсырайын деп жүрген адамдарға жіберіп қойыңыздар. Видеом оларға да пайдалы болады деген ойдамын. Рахмет барлықтарыңызға.